Сәлеметсіздер ме, қымбатты білім алушылар. Біздің келесі дәрісіміз мұнайды, газды және ілеспе суды өндіруді бақылау. Мұнай мен газды өндіру кезінде мұнаймен бірге су шығады. Бұны біздер ілеспе су немесе мұнайға серік су деп атаймыз. Бұл дәрісте біздер мұнай-газ кәсіпшілігінің геологиясы мен ұңғымаларды бақылау әдістерін қарастырамыз. Геология ғылымы мұнай мен газ кен орындарын барлау, игеру, өндіру процестерін зерттейтінін біздер білеміз. Ұңғымаларды бұрғылау, геологиялық құрылымдарды тану және қойнауқаттық қасиеттерді анықтау маңызды міндеттерді қамтиды. Ұңғымалардағы температуралық өлшемдер қойнауқаттық режимді түсінуге, техникалық мәселелерді шешуге және мұнай-газ өндіруді тиімді жоспарлауға көмектеседі. Мұнай мен газды игеру кезінде ондағы қойнауқат деп тұрғанымыз қабат, мұнай мен газ орналасқан аймақ, коллектор, жинауыш дейміз. Осы жинауыштағы, қойнауқаттағы температураны білу өте маңызды. Температуралық өлшемдердің мақсаты бұл қойнауқаттық мұнай, газ, су қасиеттерін анықтау, қойнауқаттық режимді зерттеу және жер асты суларының қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. Өндірістік жобалау кезінде де өте маңызды көрсеткіштерді көрсетеді. Кен орындағы игеруді жоспарлау және ұңғымаларды цементтеу мен тесу, перфорациялау жұмыстарын кезінде шешуші рөл атқарады. Ұңғыма жұмысын бақылау және бұрғылау құралдарының жағдайын бағалау үшін де қолданылады. Ұңғыма термометриясы оның қолданылуы. Ұңғыма термометриясы дегеніміз не? Ұңғыма оқпандағы температураны өлшеу әдісі геологиялық қиманың температуралық ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді. Температураны геологиялық қима кезінде барлық тау жыныстарында біліп отыру маңызды. Себебі ол алдағы уақытта игеруді жоспарлауға, игеру жұмыстарын жобалауға мүмкіндік береді. Температураны төмендеуі көптеген қиындықтар туғызуы мүмкін. Қолданылу салалары, яғни геометриялық градиентті анықтау, ұңғымадағы температураның таралуын бақылау, цементтің көтеру биіктігін есептеу, ұңғыманың техникалық жағдайын зерттеу. Осы бағыттарда температураны зерттеу қолданылады. Термограммалар және олардың маңызы. Термограмма дегеніміз не? Бұл жер қойнауындағы жылулық өзгерістерді көрсететін температуралық қисық сызықтардың жиынтығы. Оның қолданылу нәтижелері: тау жыныстарының литологиялық түрін анықтау және геологиялық шекараларды бекіту. Оның шектеулері: ұңғыма жұмысын ұзақ уақыт тоқтату қажеттілігі. Сондықтан бұл әдіс сирек қолданылады. Термограммамен зерттеу кезінде ұңғыманы өндіруді тоқтатып қою қажет болады. Сондықтан бұл әдісті сирек қолданылады. Ұңғымадағы жылулық режим және аномалиялар зерттеу. Аномалия дегеніміз ұңғымадағы кез келген белгілі бір мәннің өз шамасынан тыс артып кетуі. Мысалы, аномальды қысым, қысымның шамадан тыс артуы, температураның шамадан тыс артуы, немесе шектік белгіден төмен түсуі. Тұрақтыланған жылулық режимі бұл ұңғыма жұмысы тоқталғаннан кейін алынған температуралық мәліметтер. Тұрақталған жылулық бұл тыныштық кезінде алған мәліметтер, ал тұрақтанбаған бұл жуғыштау сұйықтығының айналым тоқталғаннан кейінгі температураның өзгерісі. Қойнауқаттық флюидтердің ағу орындары мен айналымның ысыраптану белдемдерін табу үшін аномалдық анықтау қажет болады. Ұңғыма термометрлерінің түрлері және ерекшеліктері. Сынапты және резисторлық термометрлер қолданылады және электротермометрлер қолданылады. Бұл қойнауқаттың бір нүктесіндегі температураны дәл өлшейді және ұзақ уақыт өзгеріссіз сақтайды. Термометрлерді ұңғыманың түбіне түсіру арқылы бірнеше уақытқа қалдырып, оны жоғарыға шығарамыз. Сол кезде бұл температураның өзгерістері бірнеше уақытқа дейін сақталады. Себебі жердің бетінде температура төмен. Температураны өлшеудің заманауи әдісі жоғары дәлдікпен жұмыс жасайды. Термометрді ұңғымаға енгізу әдістері. Біріншіден, қорғаныс гильзасын қолданады. Яғни термометрді металл қорапқа салып, жоғары қысымға төтеп беруін қамтамасыз ету үшін металл қорапқа салып, оны канат арқылы ұңғыманың түбіне түсіреді.
Екінші, термометр салқындату. Ауа температурасы ұңғымадан жоғары болса, алдын ала салқындату қажет болады. Үшіншіден, өлшеу тәртібінде жоғарғы нүктеден бастап бірте тереңдету. Жуғыш сұйықтың араласуын болдырмау. Келесі, бірінші термометрді бір уақытта қолдану арқылы өлшемдердің дәлдігін анықтаймыз. Бірнеше термометрлерді бір уақытта қолдану арқылы нақтылауға мүмкіндік береді. Ұңғыма термометриясының маңыздылығы және қолданылу нәтижелері. Бұл геологиялық зерттеулерде, техникалық шешімдерде және өндірістік тиімділікте маңызды нәтиже береді. Геологиялық зерттеулер кезінде, мысалы, тау жыныстарының литологиялық ерекшеліктерін анықтау үшін, геотермиялық процестерді зерттеу үшін температураны білу маңызды. Техникалық шешімдер кезінде бұл ұңғымаларды тиімді пайдалану мен бұрғылау жұмыстарын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар мұнай газ өндіруді жоспарлау және бақылау үшін маңызды мәліметтер алу. Яғни, ұңғыманы игеру кезінде, оның температурасын тыныштық кезінде де, игеру кезінде де, статикалық жағдайда да, динамикалық жағдайда да температурасын зерттеп отыру маңызды. Бұл ары қарай игерудің инженерлік шешімдерін шығаруға мүмкіндік береді және пайдалану әдістерін анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, болуы мүмкін қиындықтардың алдын алуға да мүмкіндік береді. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.